Қазір Түркияда әскери төңкеріс жасауға әрекеттенген бүлікші топ мүшелерін ұстау операциялар жалғасуда. Елдің бас прокуратурасы, қарулы күштер мен ішкі істер министрлігі, сондай-ақ прокуратура мен сот жүйесіндегі бірқатар жоғары лауазымды тұлғаларды қамауға алу туралы шешім шығарды. Түркиядағы тілшіміз Ержан Жүніс сөз алады. Түркияда әскери жолмен мемлекеттік төңкеріс жасау әрекетіне тосқауыл қойылды. Бірақ қауіп-қатер мұнымен шектелген жоқ. Түрік елінің қорғаныс министрі Фикри Ишик осылай деп мәлімдеп отыр. Қазір Анадолы елінде өткен жұмада билікті күшпен басып алмақ болған бүлікшілерді құрықтау операциясы жүргізілуде. Түркияның мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бүгінгі таңда қарулы күштердің 103 генералы мен адмирал ұсталды. Олардың ішінде осы дүрбелеңнің бас ұйымдастырушысы, әуе күштерінің бұрынғы қолбасшысы Акын Өзтүрк те бар. Сондай-ақ қорғаныс ведомствосымен қатар Түркияның құзырлы органдарындағы күдікті азаматтар да жаппай ұсталып жатыр. Кеше 426 судья мен прокурор қамауға алынса, бүгін ішкі істер министрлігінен 8800-ге жуық полиция қызметтерінен шеттетілді. Оған қоса 30 провинциясының губернаторлары және жоғары лауазымды тұлғалары жұмыстан босады. Түркия Осман империясы заманында және республика тарихында тағдыр шешті сын қатерлерді бастан өткерді. Бірнеше рет ұлттық қауіпсіздікке қауіп төніп, мемлекеттік төңкеріс жасалды. Алайда іске аспай қалған соңғы әскери төңкеріс әрекеті адам нанғысыз жауыздық жолмен ұйымдастырылды. Халқымызға дұшпандарымыздың өзі ұшақ және тікұшақпен бомбылаған емес. Парламент пен президент резиденциясына ешкім осы бүлікшілердей шабуылдаған жоқ. Әскери төңкеріске тосқауыл қойылды, бірақ қауіптің беті мұнымен қайтпады. Сол себепті президентіміз бәрі бітті, үйлеріңізге орала беріңіздер демегенше алаңдардан қайтпауларыңызды сұраймын. Кеше кешкісін Стамбулдың Сабиха Gökçen халықаралық әуежайында бүлікші әскер мен полиция арасында қарулы қақтығыс орын алды. Абырой болғанда ешкім қаза тапқан жоқ. Арнайы жасақ 11 адамның қолына кісен салды. Ал бүгін таңертең күшті құрылымдар Стамбулдағы әскери әуе күштері академиясын қоршауға алып, оқу орнында тінту жүргізді. Себебі бүлікке қатысы бар 25 генерал академия ғимаратында астыртын жиын өткізген екен. Қазір ғимаратта орнатылған бақылау камераларының бейне таспалары тәркіленді. Академияны әскери техника мен тәртіп сақшылары бақылауға алды. Түркияда халық пен биліктің өзара бірлігінің арқасында төңкеріс іске асқан жоқ. Ал отанға сатқындық жасаған бүлікшілер болса, бұл күндері топ-тобымен қолға түсіп жатыр. Әлбетте, бұқара жұрттың алаңға ағылып, азаматтық ұстанымдарын ашық білдіруі бұл оқиғада негізгі шешуші фактор болды деп айта аламын. Десек те, күштік құрылымдарда бүлікшілерге құрлық және әуеден тиісті тойтарыс бере алды. Қазір билік қоғамның әр саласына дендеп кірген бұл террорлық топтың мүшелерін айқындап, халық алдында жазалайды. Түрік елінің экономикасы ішкі тұрақтылыққа тәуелді. Соңғы оқиғалардан кейін ұлттық валюта ақш долларына шаққандағы бағамы 2,88-ден 3,5-ке төмендеп, құнын жоғалтып еді. Қазір түрік лирасы біртіндеп халыққа келе бастады. Дүрбелеңге еш себеп жоқ, сабырлық сақтағанымыз абзал. Егер төтенше жағдайлар болса, нарық ашылар ме дейді Түркияның премьер-министрінің орынбасары Мехмет Шимшек. Расында қазір мемлекеттік мекемелер, ойын-сауық орталықтары, сонымен қатар Стамбул қор биржасы, банктерді реттеу және қадағалау агенттігі, орталық банк сынды қаржы институттары ашық, халыққа үздіксіз қызмет көрсетуде. Осы сағатта келіп түскен біздегі ақпарат мінекей осындай. Түрік еліндегі оқиғаларды жіті қадағалаудамыз. Ержан Жүніс және Седат Денли, Хабар арнасының қорытынды жаңалықтары үшін Түркияның Стамбул қаласынан.